Егер де сіздердің де пиццаларыңыз дәл осындай керемет болып шыққан қаласаңыздар, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Пиццаның жақсы шығуы оның қамыры мен сырды дұрыс таңдай білсеңіздер болғаны. Жылы суымызға дрож, қант, тұзымызды қосып, қамырдың үстіне құйып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Соңында сұйық майды құйып жіберіп, тағы да жақсылап илеп, 1 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Мен пиццаға көбінесе моцарелла немесе сулугуни сырын қолданамын. Ең бастысы 45%-дан жоғары болу керек майлылығы. Осылай қамыры көтеріліп шығады, пергаментке жақсылап жаямыз, жан-жағына бортикке жасаймыз, кетчуп, майонез қоссаңыздар да болады, бірақ осылай цивили қоссаңыздар дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде орегано дәмдеу үшін кішкене ғана қосып жібереміз. Сырды молырақ қылып салсаңыздар, созылмалы, күшті болып шығады. Міндетті түрде пештеріңіз қызып тұруы керек, 200 градуста 7-8 минуттай кішкене сарайғанша пісіріп аламыз. Піспей қалды, аппақ қой деп ойламаңыздар, қамыры өте жұқа жайылғандықтан және де құрамында ашытқы болғандықтан 7-8 минуттың ішінде пісіп шығады. Одан көп ұстасаңыздар, бетіндегі сыры күйіп кетеді. Мен 2 түрлісін жасадым, екіншісі тұздалған қиярмен жасадым. Достар, мен YouTube каналымда да пиццаның нағыз оригинал рецептісі бар, осы жерден көре аласыздар.